Сүт және өсімдік текті ақуыздарға назар аударыңыз. Еттің мөлшері жасына қарай азайтылуы керек, өйткені ол нашар сіне бастайды. Сондықтан диетаңызға сүзбе, ірімшік, саңырауқұлақтарды қосыңыз. Еттен бас тарту қиын болса, алдымен жұмсақ және майсыз етті, мысалы қоян етін, тауық етін қолдануға болады. Суды оянғаннан кейін бірден ішіңіз, сонымен қатар тамақ арасында да. Кофеге рұқсат етіледі, бірақ күніне бір-ақ кеседен артық емес. Қантты газдалған сусындар, фастфуд және крахмалы бар тағамдарды алып тастаңыз. Тәтті кондитерлік өнімдер қант тез көмірсулар болып табылады. Олар денеге тез ыдырап, оларды майға айналдырады. Қажетсіз тағамды бірден қысқарта алмасаңыз, апта сайын диетаңыздан бір зиянды тағамды алып тастағаны жөн. Диетологтар қулыққа баруға кеңес береді. Егер шынымен қаласаңыз, таңертең зиянды өнімді жеңіз, бірақ оны талшыққа бай өніммен бірге жеу керек. Мысалы, карамельденген алма, жұқа қабаты бар тұтас дәнді нан. Күнжетке назар аударыңыз. Оның құрамында фитоэстрогендер, әйел жыныс гормондарының өсімдік аналықтары бар. Бұл тұқымдар метаболизмді реттеуге, жаман холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Тек 3 шай қасықтан артық қолдануға болмайды. Майлы теңіз балығы 40 жастан асқан әйелдерге арналған ең жақсы тағамдық өнімдердің бірі. Ондағы полиқанықпаған майлар қан тамырларын қорғап, есте сақтау қабілетін жақсартып, түтіккен шаш пен тері жылтырға айналады. Бөлшектік тамақтану дегеніміз не? Бұл тағам әр 2-3 сағат сайын кішкене бөліктермен тамақтану. Аштыққа және метаболизмді тездетуге уақыт болмайды. Күні бойы тамақ ішпей, кешкі асқа асыққанға дағдыланған болсаңыз, басында ыңғайсызданасыз. Бірақ көп ұзамайсыз оған да үйренесіз. Кез келген жаста осы қарапайым ережелерді орындасаңыз, сіз өзіңізді жас және сау сезінесіз. Асқазандағы бес ауырлық сезімін және артық салмақты ұмытасыз. Байқап көріңіз, бұл өте оңай. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып, поделиться батырмасын